Мені өте мұқият тыңдаңыз. Дәл қазір, кейінге қалдырмай, бүгінгі таңды, немесе кеше кешкісін есімізге түсіріп көріңіз. Сіз өзіңізге пайдалы нәрсе жеп жатырмын деп ойлап, грек жаңғағын қаншалықты жиі жейсіз? Барлығымыз естіп өстік. Грек жаңғағы миға пайдалы. Онда омега-3 бар, дәрумендер бар. Тіпті кейбіреулер оны ұзақ өмірдің құпиясы сияқты айтады. Сондықтан біз не істейміз? Ботқаға қосамыз, салатқа саламыз. Теледидар қарап отырып, бейне бір шемішке сияқты шағамыз. Ал кейін таңғаламыз. Неге оң жақ қабырға астында ауырлық пайда болды? Неге іш кеуіп кетті? Неге қысым көтеріліп жүр? Өйткені көп адам бір қарапайым шындықты түсінбейді. Пайдалы өнім деген әрқашан қауіпсіз деген сөз емес. Әсіресе жасы 60-тан асқанда. Мәселе мынада. Біздің ағзамыз бұрынғыдай емес. 30 жастағы ас қорыту жүйесі үлкен зауыт сияқты жұмыс істейді. Ал 60-тан кейін ол әлде қайда баяулайды. Енді елестетіңіз. Ескі моторға жоғары октанды бензин құйсаңыз не болады? Ол тұншығып қалады. Дәл сол сияқты жаңғақта дұрыс қолданылмаса, пайда емес, зиян әкелуі мүмкін. Мен сізге бір жағдай айтайын. Маған бір таныс адам келді. Жасы 70-те. Өмір бойы өзін күтетін. Ол маған: мен жүрекке пайдалы деп күнде көп жаңғақ жеймін, бірақ ұйқы безім мазалап жүр деді. Ал мәселе өте қарапайым еді. Ол мөлшерді білмеген. Көп адам дәл осындай қателік жасайды. Біз табиғат берген керемет өнімді өзіміз дұрыс қолданбағандықтан ағзамызға ауыр жүкке айналдырамыз. Бүгін мен сізді қорқыту үшін емес келдім. Мен сізге шындықты айту үшін келдім. Біз қазір грек жаңғағын жеуде адамдар жиі жіберетін 5 үлкен қателікті талқылаймыз. Бірақ бастамас бұрын бір өтінішім бар. Егер сіз денсаулықты сақтап, ақыл ойыңыз сергек болып, ұзақ өмір сүргіңіз келсе, арнаны қолданыз. Мұнда ғажайып дәрі сатылмайды. Мұнда тек ақылға қонымды медицина туралы айтамыз. Жазылыңыз. Ал енді бастайық. Бірінші қате: таусылмайтын тостаған әсері. Көп адам бұлай ойлайды: жаңғақ пайдалы болса, демек көбірек жеу керек. Сосын үстелге бір тостаған қояды да, байқамай жеп отыра береді. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Грек жаңғағы кәдімгі тағам емес. Бұл өте концентрлі өнім. 100 грамында шамамен 650 калория бар. Бұл толыққанды түскі асқа тең. Ал адамдар оны жеңіл тіске басар сияқты жейді. Сол кезде не болады? Бауыр мен ұйқы безі үлкен жүктеме алады. Жасы ұлғайған сайын ферменттер азаяды. Майлы тағамды қорыту қиындайды. Нәтижесінде өт қоюланады. Өт қабы шаршайды. Тас пайда болуы мүмкін. Одан кейін салмақ қосылады. Ал артық салмақ неге әкеледі? Буындарға қысым, ентігу, жоғары қан қысымы. Барлығы бір-бірімен байланысты. Сондықтан нақты мөлшер бар. Күніне 7-8 жаңғақтан артық емес. Шамамен 30 грамм. Одан көп болса, бұл енді ем емес, жүк. Таңертең өз мөлшеріңізді бөліп қойыңыз. Сол ғана. Екінші маңызды нәрсе. Көп адам мүлде ойламайтын нәрсе бар. Жаңғақтың ішінде фитин қышқылы болады. Бұл табиғаттың қорғанысы. Ол тұқымды ерте өніп кетуден сақтайды. Бірақ біздің ішекте ол басқа жұмыс істейді. Ол минералдарды байлап тастайды. Кальций, кемір, мырыш, магний. Сонда не болады? Сіз пайдалы тамақ жеймін деп ойлайсыз. Ал ағзаңыз сол минералдарды сімірмей сыртқа шығарып жібереді. Яғни сіз пайда күтіп отырып, керісінше ағзаңызды әлсіретесіз. Жасы келген сайын сіму онсыз да төмендейді. Ал біз өзіміз жағдайды қиындатып жібереміз. Бірақ бұл мәселенің қарапайым шешімі бар. Жаңғақты жібіту керек. Суға 4-8 сағат салсаңыз жеткілікті. Сонда не болады? Жаңғақ көктем келді деп ойлайды. Ферменттер белсенді болады. Фитин қышқылы азаяды. Пайдалы заттар ашылады. Дәмі де өзгереді. Жұмсақ, тәттілеу болады. Асқазанға жеңіл болады. Бұл өте қарапайым әдіс. Бірақ көп адам жалқаулықтан жасамайды. Ал денсаулық көбіне дәл осындай ұсақ әдеттерге байланысты. Егер қаласаңыз, келесі бөлікте мен адамдар жіберетін тағы 3 қауіпті қателікті
дүкендегі жаңғақтардың неге зиян болуы мүмкін екенін және 7 күндік нақты жоспарды. Үшінші қате, тазартылған жаңғақ сатып алу. Дүкенге барасыз. Сөрелерде әдемі, аппақ, дайын тазартылған жаңғақтар жатады. Қолға алып ойлайсыз. Қандай ыңғайлы. Бірақ дәл осы жерде үлкен проблема бар. Табиғат жаңғақты бекер қабықпен жаппаған. Қабық бұл қорғаныс. Ол жаңғақты жарықтан, ауадан, ылғалдан қорғайды. Ал жаңғақ тазартылған сәттен бастап не болады? Оның майлары тотыға бастайды. Ал грек жаңғағында май өте көп. Әсіресе полиқанықпаған майлар. Олар өте нәзік. Егер жаңғақ бірнеше апта жарықта тұрса, онда пайдалы омега-3 азаяды. Ал оның орнына не пайда болады? Тотығу өнімдері, еркін радикалдар. Бұл неге әкеледі? Қан тамырларының қабынуына, жасушалардың зақымдануына, қартаюдың жылдамдауына. Яғни, адам жүрекке пайдалы деп жеп отырып, керісінше ағзасына зиян тигізеді. Ескі жаңғақтың иісін сезген шығарсыз. Сәл бояу немесе ескі май сияқты иіс шығады. Міне бұл бұзылған майдың иісі. Сондықтан маңызды ереже бар. Ешқашан ұсақталған жаңғақ алмаңыз. Олар тез бұзылады. Ең дұрысы қабығымен сатып алу. Я, аздап еңбектену керек, бірақ бұл сіздің денсаулығыңыз үшін. Жаңғақты таңдағанда қарапайым тәсіл бар. Сілкіп көріңіз. Егер ішінде тарсылдап тұрса, ол кеуіп кеткен. Егер ауыр болса, жаңасы. Бұл ең қарапайым сапа тексеру. Төртінші қате, қуыру. Көп адам жаңғақты қуырылған түрде жақсы көреді. Қытырлақ, дәмді, иісі жақсы. Бірақ дәл осы жерде пайданың жартысы жоғалады. 100 градус жоғары температурада көп дәрумен жойылады. Май құрылымы өзгереді. Кей жағдайда тіпті трансмайлар пайда болуы мүмкін. Ал трансмайлар қан тамырлары үшін ең жаман нәрсе. Сондықтан жаңғақты қатты қуыру пайдалы өнімді бүлдірумен тең. Егер қытырлақ болғанын қаласаңыз, бір амал бар. Алдымен жаңғақты жібітіңіз. Сосын пеште 40-50 градус шамасында аздап құрғатыңыз. Сонда пайдалы қасиеттері сақталады. Бесінші қате, түнде жеу. Бұл да өте кең таралған. Кей адамдар былай дейді: жаңғақта мелатонин бар, ұйқыға көмектеседі. Иә, аз мөлшерде бар, бірақ жаңғақ ауыр тағам. Май мен ақуыз көп. Егер сіз оны кешке жесеңіз, ағзаңыз демалмайды. Бауыр жұмыс істейді, ұйқы безі жұмыс істейді, асқазан жұмыс істейді. Ал түнде ағза қалпына келуі керек. Нәтижесінде ұйқы жеңіл болады. Таңертең ауырлық сезіледі. Қышқылдық пайда болуы мүмкін. Сондықтан жаңғақтың ең дұрыс уақыты таңертең немесе түске дейін. Сонда энергия береді және ағза оны толық өңдей алады. Енді ең қызықтысына келейік. Көп адам жаңғақты дұрыс өнімдермен қоспайды. Сол себепті пайданың жартысы жоғалады. Мысалы, жаңғақта темір бар, бірақ өсімдік темірі нашар сіңеді. Оған көмектесетін нәрсе керек. Ол С дәрумені. Егер сіз жаңғақ жесеңіз, онымен бірге лимон, қышқыл алма, ит мұрын шайы, жидектер қоссаңыз, ағза оны әлде қайда жақсы қабылдайды. Бұл кішкентай деталь, бірақ өте маңызды. Танымал рецепт. Көп адам естіген, жүрекке арналған қоспа. Жаңғақ бал, кепкен өрік мейіз, лимон. Бұл қоспаны белгілі хирургтарда ұсынған. Ол шынымен пайдалы болуы мүмкін, бірақ бір шарт бар. Бал табиғи болуы керек. Қыздырылған дүкен балы жай ғана тәтті сироп, ал лимон қабығымен бірге қолданылған дұрыс. Себебі қабығында биофлавоноидтар бар. Осындай қоспадан күніне бір қасық жеткілікті. Бұл жүрекке энергия береді. Енді бір үлкен миф туралы. Көп адам былай дейді: жаңғақта йод көп. Шын мәнінде бұл толық дұрыс емес. Жаңғақтың дәнінде йод өте аз. Йод көбіне жасыл қабығында және ішкі жұқа бөліктерінде болады. Сондықтан қалқанша безге көмектеседі деп көп жаңғақ жеу қате. Егер гормон мәселесі болса, дәрігерге қаралу керек. Тағам бәрін емдей алмайды. Енді уәде еткен жоспар. 7 күндік жаңғақ жүйесі. Бұл сізге жаңғақты дұрыс пайдалануды үйретеді.
Бірінші күн, жаңғақты қабығымен сатып алыңыз. Өзіңіздің мөлшеріңізді анықтаңыз. 7-8 дана. Екінші күн, кешке жаңғақты суға жібітіңіз. Үшінші күн, таңертең йогурт немесе сүзбемен бірге жеңіз. Жидек қосыңыз. Төртінші күн, жаңғақ плюс 1 қасық табиғи бал. Бесінші күн, жаңғақты тек таңертең жеу әдетін қалыптастырыңыз. Алтыншы күн, ағзаңызды бақылаңыз. Кебу, аллергия, ауырлық бап бар ма? Жетінші күн, барлық ережені біріктіріңіз. Бір аптадан кейін көптеген адамдар жеңілдік сезеді, энергиясы артады, ойы анық болады. Ең маңызды нәрсе, ғажайып дәрі жоқ, бірақ дұрыс әдеттер бар. Жаңғақ керемет өнім, бірақ тек оны дұрыс пайдаланған адам үшін ғана. Денеңізге қамқор болыңыз. Бұл сіздің ең басты капиталыңыз.